Жоқ, сіз де түсініңізші. Әкесі жоқ. Күніміз осыған қарап отыр. Жоқ, тәте, сіз де түсініңіз. Алдында айттық қой, балаңыз кәмелет жасқа толмаған. Жалғыз өзі айдалада жүріп аң аулайды. Ертең оған бір нәрсе болса, біз жауап береміз ғой. Оның үстіне мектепке бармағалы да 1 ай болыпты. Басқа балалар қарап еліктейді. Қысқасы айтарымыз мынау: не бүркіттен құтыласыз, не балаңызды тіркеуге аламыз. Ренжімеңіз. Жарайды. Сау болыңыз. Естідің ғой. Тағы салайын ба? Жарықты өшірем. Тағы да аңға шықтың ба? Кеше милиция келді дейді ғой. Кезінде мен де сен сияқты құсқа өсем. Жан жақтан жабылып жатып бәрі. Әрең дегені тоқтатты ғой. Ол кезде болашақтың бұндай боларын білмеп ем. Негізі солардікі дұрыс. Қазір заман оқығандікі. Мына бүркітің сені өмір бақи бақпайды. Бұл әкемнің аманаты ғой. Жарайды онда, екеуміз бұлай жасайық. Қазір сен осы жерден қалдырам. Ана бүркітіңді жібер. Анаңды аян.